Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма джа'ал джамa'ана хаза джам'ан мархума ва джа'ал тафарруқана мин ба'дихи тафарруқан ма'сума ва ла тадж'ал фина ва ла ма'на шақиян ва ла матрудан ва ла махруман я раббил аламин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мына бүгінгі беріліп жатқан ауызашар қабылдыққа жазылсын. Сауаптан болған ауызашарлардан болсын, иншалла. Ауызашар бұл өте үлкен ораза ұстаған адамның мерекесі болып есептеледі ғой. Лисаими фархатан, ораза ұстаған адамның екі мерейтойы бар дейді. Фархатун айнда фитрихи, фархатун айнда лиқаи раббихи дейді. Бірінші оның қуанатын мереке қылатын сәті ол ауыз ашқандағы мерекесі дейді. Ауыз ашқандағы мерекесі дегенде бұл жерде екі ұғым бар. Біріншісі күні бойы шөлдеді, күні бойы қарны ашты, қиналды, шаршады, шалдықты, келді де қалаған дәмінен жеді, қалаған суынан ішті, шөлін қандырып, қарын тойдырды, қуанды. Бірінші қуанышы осы. Екінші қуанышы, таңертең сәресі уақытында аузын бекітті, 14-15 сағат бойы ораза болып жүрді, ауыз ашқан кезде аузын ашып, құрмамен болсын, сумен болсын, дұғасын жасап, ашқаннан кейін, Алла, саған шүкір, осы аманат болған оразамды бастан аяғына дейін ұстап, саған аман есен тапсыр алдым ғой деп қуанат дейді. Осында екі қуаныш, осы жаңағы ауыз ашардағы қуаныш дегеннің мағынасында осында екі ұғым жатыр екен. Фархатун айнда лиқаи раббихи дегені мына ауыз бекіткен адамдардың мерейтойы ертең қияметте болады екен. Неге? Өйткені осы дүниеде Алланың 30 күндік парыз оразасын ұстағаннан кейін ана жақта Алла тағала бұларға не дайындап отыр? Үлкен орасан сыйлар дайындап отырды. Ол сыйлықтың мөлшері қандай? Қанша? 10 ба? 700 ба? Миллион ба? Қанша сауап? Оны пайғамбар алейхиссалату вассалам Алла тағаладан жеткізіп былай деп айтады. Күллу амал ибни адам юдаафу. Бүкіл адам баласының жасаған жақсылық амалы бірден еселенеді екен. Әл-хасанату би ашри амсалиха. Жасаған бір жақсылық бірден бір сауап болмайды екен. Бірден 10 болып жазыла береді екен ғой. Қандай жақсылық болса да ол. Иля саб'имияти дъафин, 10-нан 700-ге дейін еселене береді екен енді. Ниетіңе қарай, ықыласыңа қарай, жасаған жүрегіңдегі махаббатқа қарай, осын істесем ғой, Алланың разылығын алсам ғой деген ниетпен жасасаң, Алла тағала 700-ге дейін еселейді екен. Намаз оқыдың 700-ге дейін ықыласпен, садақа бердің ықыласпен, 700-ге дейін ғана. Ары емес. Бірақ ораза мынаның барлығынан өз бетінше бір ерекше болып тұрады екен да. Илля саум. Ораза бірақ ондай емес. 10-700 деген нәрсе жоқ дейді. Фаиннаху ли. Неге Алла? Өйткені ол мен үшін ұстады ғой дейді. Ва ана аджзи бихи. Мен оған өзім берем дейді. Қай жақта берем дейді? Фархатун айнда лиқаи раббихи. Ертең қияметте қуанатын сәті бар деді ғой. Ораза ұстаушының екі қуанышы бар, соның екіншісі не еді? Раббысымен кездескенде қуанат деді ғой. Ал не үшін қуанат десең, міне Алла тағала мен өзім берем деген сыйды алады ғой. Сол кезде не істейді? Қуанатты. Енді бұл жерде неге Алла тағала бүкіл амалдардың сауаптары 10-700 деп еселеп айтты да, бірақ оразаны неге ерекше Алла тағала мен үшін деп айтып жатыр?
Неге оразаны ғана мен үшін деп айтып жатыр? Біріншіден ескертіп қояйын жігіттер. Жалпы бүкіл ғибадат құлшылықтардың арасындағы ең абзал құлшылық бұл ораза екен. Намазда, қажылықта, зекетте, садақада, ештеңеде оразаның сауабына, оразаның Алланың алдында абзалдыққа жете алмайды екен. Бұл ең номер один топ құлшылық екен ғой. Енді оразаны неге мен үшін деп айтты десеңіздер, бұл жерде бірнеше вариант бар. Бірінші варианты мен үшін дегеннің себебі, әрбір ғибадатта әрекет бар екен. Намаз оқисың, әрекет бар. Зекет бересің, әрекет бар. Қажылық жасайсың, тауафтарда әрекет бар. Бірақ оразада не жоқ? Іс-әрекет жоқ. Мысалға бір адам тұр, мына кісі оразалы, мына кісі аузы ашық, ораза емес. Бірақ сырт көзге екеуінің қайсысы ораза, қайсысы ораза емес екен біз біле аламыз ба? Біле алмаймыз. Сондықтан да неде? Бұл Алла мен құлдың арасындағы бір жасырын ғибадат болғандықтан мен үшін ғана істеді ғой оны деп жатыр да. Біреу үшін емес. Бұл бірінші мағынасы. Екінші мағынасы, құрметті бауырлар, әрбір ғибадатта тамақтан, судан, шахуат әйелдің байланысынан тоқтаймыз біз. Намазда тамақ ішуге болмайды. Су ішуге болмайды. Тауафта да сондай. Тауафта намаз сияқты. Бірақ біз олардың барлығын қысқа ғана мерзімге тоқтатамыз. Намаз тез бітіп қалады. Тауафта тез бітеді. Бірақ ораза ұзақ ғибадат. Таңның атысынан кештің батысына дейін ұзақ жүреміз. Мен үшін деген себебі ішуді, жеуді, әртүрлі шахауаттарды, ләззаттарды мен үшін ұзақ уақытқа тоқтатты дейді. Сол үшін де ол мен үшін деп айтып жатқаны сол себепті дейді. Ал үшінші мағынасы одан да керемет. Бүкіл ғибадат құлшылықта рия жасап қоюымыз мүмкін екен. Көзге көрсетіп, біреудің мақтанышын алайын деп, біреуге бір қошеметін алайын деп біреудің жасап қоюымыз мүмкін екен. Анау айтады дейді ғой, жаңағы бір кісі терең намаз оқып тұрса, мынау не деген керемет намаз оқып тұр десе, бұрылып айтады дейді ғой, мен бүгін еще ораза ұстаған едім деп. Анау рия деген нәрсе бар, адам үшін ғибадат жасау, құлшылық жасау. Бірақ оразада ондай нәрсе жоқ. Оразада өзің айтып қоймасаң, ораза екеніңді. Көбінесе адамдар не істемейді? Ораза екендіктерін білмей қалуы мүмкін. Сол себепті Алла оразаны мен үшін деді, сауабын мен істеймін деді, өзім берем деді. Енді біз Рамазан айында тұрмыз. Рамазан айы мұсылмандардың ең қасиетті айларының бірі. Ислам дінінде ерекше махаббатпен, қуанышпен күтетін айларымыздың бірі. Мұсылмандардың күнтізбесі бойынша 9-шы ай бұл, Рамадан айы. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассалам Меккеден Мәдинаға көшкеннен кейін 2-ші жылы парызы болған. Яғни Пайғамбар алейхиссалату вассалам өмірінде 9 мәрте ораза ұстаған екен. Оған дейін не істеді десеңіздер, оған дейін Ашура оразасын ұстап жүрген сахабалар мен пайғамбарымыз. Кейін Ашура оразасы сүннетке айналып кетеді де парыздан. Рамазан оразасы неге айналып кетеді? Парызға айналып кетеді. Рамазан оразасын Алла тағала аятпен парыз қылды. Я айюхалладина аману, ей иман келтірген пенделер, кутиба алейкумуссиям, біз сендерге оразаны жаздық дейді. Мына кутиба деген сөз, жаздық деген сөз. Кейбір ғалымдар айтады, дәрігер ауырып жатқан адамға өте қатты жан ашитын адам. Сондықтан да ауырып келген кезде оған нақты керекті дәрілерін не істеп береді? Жазып береді. Жан ашығаннан кейін. Алла тағалада фурида
мен фарыз еттім деген жоқ, жазып бердім деп жатқан себебі мына оразада адам үшін не пайда бар екен? Ақиреттік және дүнияуи пайда бар екен да. Содан кейін Алла тағала махаббатымен мен жаздым сендерге деп жатыр дейді да. Кутиба алейкумус сиям, сендерге оразаны жаздым, парыз еттім. Кама кутиба алаллазина мин қабликум, сендерден бұрынғыларға да мен оразаны жазғанымдай. Лааллакум таттақун, мүмкін тақуалыққа үйренерсіңдер дейді. Енді осы жердегі аятты қарайық жігіттер. Ей иман келтірген пенделер, сендерге оразаны парыз еттім десе, бізге жеткілікті ма? Негіз жеткілікті емес па? Жеткілікті ғой. Болды, сендерге парыз еттім деп не істейсің? Сами ана ва атаана. Естіздік деп, бойұсындық деп не істеп кете бересің? Оразаны ұстап кете беру керекпіз ғой. Неге онда аналарды айтады? Не керегі бар олардың айтуының оларды? Сендерден бұрынғы адамның, Шиистің, Мұсаның, Ибрахимнің, Исаның, Нұхтың қауымдарының барлығын естіген дейді, ораза ұстаған дейді. Яғни бұл әлемде адамзат баласынан ораза деген ғибадат ешқашан үзілмеген екен. Адам атадан бер қарай бүкіл адам, есі дұрыс адамның барлығын естіген, оразамен жүрген екен. Бірақ формалары әртүрлі болған. Бірақ енді қараңызшы, неге оларды айтып тұр бізге? Бізге жеткілікті ғой, болды, сендерге кутиба алейкумус сиям, сендерге ораза парыз. Болды, ұстаңдар десе, ұстамай қоймаймыз ғой, Мұхаммедтің үмбеті ұстаймыз ғой. Бірақ кама кутиба алаллазина мин қабликум, сендердің алдыларыңдағылар да ораза ұстағандай деп айтуының себебінде әртүрлі хикмет бар екен. Бұның бірінші себебі мынандай екен. Бұл оразаның қандай абзал, құрметті құлшылық екенін көрсету үшін Алла ана кісілерді де зікір еткен дейді аятта. Неге? Ораза өте абзал құлшылық. Бір адам баласы бұл оразадан үзілмеген. Бәрі ораза ұстаған. Барлығы оразамен өмір сүрген деген сөзі айтқысы кеп тұрды Алла тағала. Абзалдығы үшін, оразаның абзалдығы үшін ана кісілерден не істеді? Зікір ете кетті. Екінші мағынасы, сендер, ей Мұхаммедтің үмбеті, жалғыз ғана ораза ұстаған үмбет емессіңдер. Анау қиынсынып қалмаңдар оразаны. Сендерден бұрынғылардың барлығы ораза ұстаған. Былай да, мысалға, бір үйде, 8 қабатты үйде, барлық 7 қабатта свет бар да, сіздің үйіңізде свет өшіп қалған. Сіз не істейсіз? Ей, неге менде өшіп қалған, неге мыналардың бәрінде бар дейсіз ғой, дұрыс па? Неге менде ғана өшіп қалған? Не деген әділетсіздік бұл деп айтасыз ғой, дұрыс па? Тура сол сияқты айтпас үшін. Ей, неге біздің үмбет қана ораза ұстауымыз керекпіз? Неге сонда анау адамның, Мұсаның, Исаның үмбеттерін неге ұстамаған? Біз неге ұстауымыз керек? Деген не пайда болмас үшін? Бір ой жаман, пиғыл қалыптасып қалмас үшін бізге бір Алла тағала не ретінде, медет ретінде, көмек ретінде не істеп жатыр? Уайымдамаңдар, сендер ғана ұстамайсыңдар оразаны. Бұрынғы адам атаның барлығының перзенттері ұстаған бұны деп бізге ескертіп айтып жатыр да. Және тағы бір мағынасы бұның жігіттер мынандай екен. Ей Мұхаммедтің үмбеті, ей Мұхаммед пайғамбардың үмбеті, сендерден бұрынғы пайғамбарлардың үмбетінің барлығы оразаны ықыласпен ұстаған. Сондай жан тәнімен ұстап, Алла тағалаға оразаларын не істеп қойған? Тапсырып қойған. Алла олардың оразаларын биік деңгейде қабыл еткен. Енді сендер де пайғамбарларың Мұхаммед алейхиссалату вассаламның мәртебесін өсіріп, жүзін ертең қияметте жарқыратып қуанту үшін мына дүниеде ықыласпен ораза ұстап, ана үмбеттердің оразасымен не істеңдер? Жарысыңдар дейді. Басқа пайғамбарлардың үмбетімен жарысу үшін не істеп жатырмыз дейді? Олар да ораза ұстаған, сендер сияқты деп айтып қойып жатырмыз дейді. Не істеу үшін? Жарысу үшін да. Аналар да ұстапты ғой. Онда біз одан да мықты ұстайық та деген сияқты. Сондай бір ниет болу үшін. Мотивация, былайша айтқанда. Алла тағала бізге мотивация беріп жатыр. Ал енді соңында Құран
аятының соңында, мынау ораза аятының соңында Алла тағала Рамазанның оразасының негізгі логикасын, негізгі мақсатын айтып жатыр. Лааллакум таттақун. Тақуалыққа жетерсіңдер. Яғни тақуалықты үйренерсіңдер. Лаалла деген иадат дейді. Анадай дайындық үшін да. Мысалға Рамазан айында 30 күн бойы көзіңді харамнан тиясың, құлағыңды өсек аяңнан тиясың, тіліңді өсек ғайбаттан тиясың, көзіңді Құранға саласың, таңертеңнен кешке дейін ішпейсің, жемейсің, әйеліңе қосылмайсың, барынша не істейсің, ғибадат құлшылықпен айналысып жүресің. Бір ай бойы үздіксіз ауызашарлардан мынандай уағыздар тыңдайсың, сәрелерінде Алла тағалаға жалынып жалбарынып дұға қылып отырасың. Бұның барлығы адамды не істеп қояды? Тәрбиелеп қояды. Бір ай бойы сен солай тәрбиеленіп, Рамазан айы бітеді ғой. Біткен кезде осы араларыңдағы бір талайларың сол халдеріңді, сол жағдайларыңды сақтап қалуды үйреніп алады екенсіңдер да. Алла тағала тәрбие мектебі бұны Рамазан айын мадраса, медресе деп те атайды ғалымдар. Яғни біз қазір 30 күндік неге кіріп кеткендей болып тұрмыз, жігіттер? Медресеге кіріп кеткендей болып тұрмыз ғой. Мынау кәдімгідей нәпсани тәрбие мектебі ғой. Өзіңді өзің жеңесің ғой. Мысалға сәресіне көп адам тұрмайтын бұрындары да. Қазір таңғы 4:30-да будильникті қойып, үй іші, бала шаға, туған туыстың барлығы оянып, дәрет жаңартып, дастарханға жиналып, тамақ, шай, дастархан жасап, әре-сәре болып, ауыз бекітеді. Бұны сәресі дейді, арабтың тілінде бұны сухур дейді. Тасахару фаинна фис сухури барака дейді. Сәресі тамағын ішіңдер, сәресі тамағында сендерге не бар дейді? Береке бар және қуат бар. Басқа бір хадисте Алла тағаланың елшісі айтады: сәресі тамағын еш қашанда өткізбеңдер. Сәресі уақытында міндетті түрде ояныңдар. Бір тамшы су болса да, сәресін өткізіп алмаңдар. Бір тамшы сумен болса да, сәресін атқарыңдар. Фаинналлаха ва малаикатаху юсаллуна алал мутассахирин дейді. Егер де біле білсеңдер, Алла және де оның періштелері сәресін ішіп отырған адамға жақсылық берекеттерін түсіріп отырады дейді. Рахметін түсіріп отырады. Сәресі уақытында не бар екен? Алла мен періштелердің рахметі бар екен. Бұл рахметтен ұйқымен ғапылтықта қалып қалмаңыздар. Рамазан аяттары осындай. Енді Рамазан туралы біз осы аяттардың барлығын естіп келе жатқанымызға көп болды. Бірақ Рамазан деген сөзді көпшілігіміз әлі күнге дейін білмейміз. Рамадан деген сөздің мен сіздерге бір екі мағынасын ашып берейін. Біріншісі, Рамадан деген сөздің бірінші мағынасы бұл қатты аптап ыстық деген сөзден, рамида деген сөзден шығады екен. Рамида деген қатты аптап, анау күн жерге түсетін ыстықтар болады ғой, аптап ыстықтар, сондайды айтады екен. Жердің бетін күйдіріп жіберетіндей ыстық. Неге десеңіздер, Рамазан айы 9-шы күнтізбеде. Мұсылман күнтізбесіндегі 9-шы орында тұр. Мұсылман күнтізбелерінің атаулары қойылған кезде Рамазан айы осы өте қатты 9-шы ай қатты ыстыққа пара-пар болған екен. Сондықтан да бұны қатты ыстық кезде келгендігі үшін Рамадан деп айтып жіберген екен. Қатты ыстық деп. Бұл бір мағынасы. Мына екінші мағынасы одан да күшті. Бұны ғұламалар айтады, Рамадан деген сөз армада деген сөзден шығады дейді. Армада деген жағып күйдіріп жіберу деген сөз екен. Неге? Лианнаху ярмиду зунуба бил амали салиха. Рамазан айында ораза кезінде мұсылмандар соншалықты салихалы амалдарды көп жасағандықтан
олардың күнәлары осы салиқалы амалдармен күйіп жанып быт шығып кетеді екен дейді, жоқ болып кетеді екен дейді. Шынымен де мына Рамазан айы шахрул мағфира, кешірім айы деп те аталады. Алла тағала бұл айда өте көп адам кешіріп жібереді екен. Мысалға айнықса осы жерде ауызашарда отырмыз. Ауызашарда бір керемет сәт бар. Оны Алла тағаланың елшісі айтады: «Инна лиллахи инда кулли фитрин утақа ва залика фи кулли лайлатин». Аллаху акбар. Әрбір ауызашардың сәтінде Алла тағаланың құлдарының тізімі шығады. Ол қандай құлдар, я Раббым Алла десеңдер, тозақтан құтылды деген печать соғылады екен қастарына. Уазалика фи кулли лайлатин. Және де 30 күннің әрбір түнінде де сондай списоктар қалыптастырады екен Алла тағала. Бұл Рамазан айы күнәлар өшіп, сауаптар артылып, тозақтан құтылатын ай ғой бұл ай. Рамазан айында ауызашар бар. Кімде-кім бір адамның аузын ашқызса, оған сол ауыздарын ашқызған адамдардың барлығының сауабы жазылады дейді. Өзінің оразасынан бірақ Алла кемітпейді, сақтап қояды дейді. Өздеріңіз ойлаңыздар. Қандай сауаптар, қаншама адамның несін аласың? Оразасының сауабын аласың. Рамазан айында Алла тағала ерекше сый дайындап отыр бізге. Инна фил джаннати саманията абуабин. Жәннаттың 8 қақпасы бар. Солардың арасында бабун юсамма райян ла ядхулуху илля саимун. Олардың арасында бір есік бар екен. Райян деп аталады екен. Ол райянға тек қана кімдер кіреді дейді? Ораза ұстағандар ғана кіреді дейді. Намаз оқыдыңыз ба? Намаз деген есікке бара беріңіз дейді екен. Зекет бердіңіз ба? Садақа деген есікке кете беріңіз. Қажылыққа бардыңыз ба? Әл-хадж, қажы деген есікке бара беріңіз. Бірақ мына жақта кім, мына жаққа кім кіреді десеңіз? Оразашылар бар ма екен дейді екен. Я Раббым, мен ораза ұстаған едім. Келе ғой. Кір дейді екен. Бұл сендер үшін әзірленген есік дейді екен. Райян. Райян деген не деген сөз? Райян деген сөздің мағынасы шөл қанатын жер деген сөз. Шөл. Әбден аптығып шөл деген оразалар кезіндегі. Солардың есесін Алла тағала ертең не де береді екен? Райян да береді екен да. Шөліңді қандырып береді екен да Құдай. Еш қашан енді шөлдемейтіндей қылып шөліңді қандырып береді екен да Алла тағала. Құрметті бауырлар, Рамазан айының атауларын айта келе, енді тағы да бір басқаша бір аттарына тоқтала кетейінші мен. Рамазан айының бір атауы шахрус саум, ораза айы. Өткені бұл айда неме? Ораза ұстаймыз біз. Я юхалладина аману кутиба алейкумус сиям. Алла тағала сендерге оразаны парыз етті. Бірақ оразаның мағынасы имсак екен, тыйылу екен. Ораза тек қана ішуден, жеуден ғана тыйылу болса, онда бұл оразаның біз мән мағынасын әлі түсінбедік. Түсінбеген екенбіз әлі. Ондай болуы мүмкін емес бұл ораза. Бұл ораза, мен жаңа айтқандай, бұл нені тәрбиелейтін ай? Адамның жанын тәрбиелейтін ай. Сол үшін де сіздерге айтарым, бұл Рамазан оразасы тек қана ішіп, жеп, әйелден ішуден, жеуден, әйелден тоқтап қалған өмірім сол бұрынғыдай өте береді десеңіздер, сіздер қатты қателесіп қалдыңыздар. Немесе қатты сауаптан құр қалып жатсыздар. Бұл ай жақсылықта жарысатын ай. Мұсылмандар біріне бірі дес бермей сауапта жарысатын ай ғой бұл. Бұл ай фастабиқул хайрат. Ей мұсылмандар, жақсылыққа жарысыңдар. Мысалға, мына кісі садақа беріп қойды ма? Сен одан да көбірек садақа бер. Мысалға үшін сіз 30 күнге садақа беріңіз. Қойып тастаңыз. Мысалға, садақа жайында айта кетейік. Мына Рамазан айының соншалықты құрметтілігі,
Бұл айда амалдар, жай қарапайым бұрын жасап жүрген амалдарымыздың өзі не болып кетеді екен? Абзалырақ болып кетеді екен. Рамазанның құрметі үшін, ораза айының құрметі үшін. Мысалға бір екеуін келтірейін. Мысалға садақа, жаңа айтып кеттік. Садақа әдетте жасап жүрген біздің жақсылықтарымыз. Бірақ Рамазандағы садақа басқа уақыттағыдай садақамен бірдей болмайды екен. Рамазандағы садақаны пайғамбар алейхиссалату вассаламнан: «Я Расулалла, айю садақати азам». «Я Расулалла, ең күшті садақа қандай садақа?» деген қандай садақа деп еді? Алланың елшісі айтты дейді: «Афдалу садақа садақатун фи Рамадан». Ең күшті садақа бұл Рамазанда берілген садақа деп айтты дейді. Немесе Осман радиаллаху анху ең бай сахаба болған, білесіздер. Сол кісі айтады екен, сахабаларға да Рамазан айы келген кезде: «Хаза шахру закатикум». Бұл ай сендердің зекеттеріңді шығаратын айларың, зекеттеріңді беріп үлгеріп қалыңдар дейді екен. Көпшілік мұсылмандар зекеттерін Рамазанға сақтап отырады. Неге? Рамазанда сауаптар не істейді? Еселенеді. Мысалға, сауаптар еселенеді дегенге қатысты бір пайғамбардың бір хадисін айтайыншы. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: бір «Мен татауа би хаслатин минал хайр кана каман адда фаридатан фима сиуа». Бір адам дейді, Рамазан айында жай ғана бір бұрындары сауап болған бір мұстахаб жай амалдар бар, жақсы амалдар, соларды жасап жүрсе дейді, ол әдеттегі Рамазан айында бір жақсылық амалдар жасап жүрсе, ол әдеттегі күндерде, Рамазанда емес, әдеттегі күндерде жасалған парыз амалдарды жасап жүргенмен тең дейді. Мынау парыз амалдар жасап жүрген жоқсың, мұстахаб бір салихалы амалдар жасап жүрсің, бірақ ана 11 айда жасап жүрген парыздарыңыз бар еді ғой, соның сауабымен сауап жазылады екен Рамазанның құрметі үшін. Неге десеңіз, Алла тағалаға ең жақсы көрілген амал бұл қандай амалдар? Бұл парыз амалдар. Алла тағала айтады ғой: «Мен ең жақсы көретінім бұл менің парыз еткендерім, одан кейін барып ары қарай нәпілдерім» деп. Енді ары қарай мына хадисті жалғастырып бүйтіп айтады: «Уаман адда фаридатан фихи кана каман адда саб'ина фардатан фи масиуа». Рамазан айында бір адам бір парызын өтесе дейді, әдеттегі уақыттарда 70 парызды өтегенмен бірдей сауап жазылады дейді. Рамазанның құрметіне не істеп жатыр? Жай амалдар парызға айналып кетіп жатыр. Парыз амалдар нешеге айналып кетіп жатыр? 70-ке айналып кетіп жатыр. Рамазанның құрметіне. Садақалар не істеп жатыр? Ең абзал садақаларға айналып жатыр. Умратун фи Рамадан ка хаджатин маи дейді. Умра деген бар, білесіздер. Өмірдің қай уақытында да жасала беретін ғибадат, құлшылық. Меккеге барып жасайсыздар. Бірақ сол умра дейді, Рамазан айында жасалса, ол менімен бірге үлкен қажылық жасағанмен бірдей сауап алады дейді. Умра, жай умраның өзі не болып жатыр? Пайғамбармен қажылық жасағандай сауапқа тең болып жатыр. Ондай болатын болса, бұл умра не болып кетті? Рамазанның құрметіне өте үлкен биік деңгейлерге шығып кетті да. Ибрахим ан-Нахай деген ғалым болған. Сол кісі айтады: Рамазан айында айтылған бір субханалла деген тасбих, бір зікір, 1000 тасбихпен пара-пар дейді. 1000 тасбихпен пара-пар. Рамазан айында жасалған бір ракағат 1000 ракағатқа тең дейді. Рамазан айында жасалған бір итағат тақуалық 1000 итағат тақуалықпен пара-пар дейді. Бұл да не істеп жатыр? Рамазанның құрметіне сауаптар еселеніп жатыр. Мысалға бір саудагер бар да, құрметті бауырлар, 11 ай бойы саудасы жүрмейді, білет, бір ай бар, сол айда оның сезоны да, саудасы жүретін. Ол адам не істейді? Сол айда барынша еңбек қылып, өзінің наварын, өзінің саудасын жүргізіп алуға тырыса ма? Сол сияқты мұсылман да сондай. 11 ай бойы күтеді ғой мына айды. Мына ай науқан айы бұл. Бұл кәдімгідей бұл жерде біз деген сауаптарға қарық болып қалатын ай ғой бұл. Бұл айдан мақрұм қалатын адам бұл нағыз бейбақ, нағыз бақытсыз адам екен дейді ғой ғалымдар. Осындай керемет мүмкіншілік келе тұра,
Сауапты еселеп жинап алуға мүмкіншілік бола тұра не істеп жүрген? Ұйықтап жүрген адамға жол болсын дейді. Сондықтан да бауырлар, сіздер қапы қалмаңыздар. Мына Рамазан айын ішу, жеу, әйелден тоқтау деп қана есептеп қалып, ана сауаптың барлығын ұмытып кетпеңіздер. Бұл ай күнәларды тоқтатып, сауаптарды көбейтетін ай. Алла тағаланың жақсылығына бүкіл жаманшылықтарды, шайтани азғырулардың бәрін тастап не істеп кететін ай? Көшіп кететін ай. Және де бұл айда сен өзіңнің нәпсіңе ғана жабаласың, айып тағаласың. Өйткені бұл айда шайтандар не істеп тұр? Кісенделіп тұр. Иза жа Рамадан футтихат абуабул жанна ва ғуллиқат абуабун нар дейді. Рамазан келген кезде жәннаттың 8 қақпасы ашылып тұрады дейді. Яғни ол кезде жәннатқа кіруге мүмкіншіліктер өте көп деген сөз. Сауаптарды жасай бересің. Ғуллиқат абуабун нар, 7 тозақтың қақпасы тас жабық дейді. Неге? Өйткені ол айда күнә жасалмайды. Тозаққа түсіретін нәрселер бұл күнәлар. Күнәлар жоқ, Рамазанда азаяды. Небір күнәқарлардың өзі салиқалы болып мешіттерге кетіп қалады. Ауызашарларға барып қалады. Вот сол кезде күнәлар азаяды дейді. Уасул силати шаятин. Шайтандар кісенделеді дейді. Шайтандар кісенделеді дегенде 2 мағына бар. Бірінші мағынасы ақиқи мағынасы. Хақиқи мағынасы. Нақты Алла тағала шайтандарды кісендеп тастайды екен. Екінші мағынасы, шайтандар кісенделмесе де олардың азғыруын, олардың беретін зиянын не істеп тастайды екен Алла тағала? Әлсірет тастайды екен ғой. Нольға түсіріп тастайды. Азайт тастайды. Сендерге не істей алмайды олар? Жалай алмайды, жақындай алмайды. Бірақ енді осы айдың өзінде күнә жасап жүрген адамдарды көрген кезде сіздер оларға не деп баға бересіздер? Бұлар нәпсінің құлы болып, нәпсіге жеңіл қалған адамдар деп пәтуа бересіздер. Олар шайтан азғырған жоқ. Шайтандар кісенделіп тұр, шайтандар әлсірек қалды қазір. Бірақ ол әлсіремей жатыр да. Ол шайтандардың орнын басып алды да. Неге десеңіз, нәпсі семіріп кеткен ғой. Ал нәпсі білесіздер ме, немен семіреді? Мына тамақпен, сумен, шахауат ләззаттармен семіреді ғой. Мына ораза, байқайсыздар ма? Ораза адамды не істейді? Нәпсі жағынан әлсірет тастайды. Байқайсыздар ма? Неге дейсіз ба? Мына Рамазан аяттарын жаңа айтып келдік қой біз, Осы Рамазанның аяты білесіз ба? Қандай аяттармен аяқталатын? Оразаның парыз екенін айтады. Одан кейін оразада Құран түскенін айтады Алла тағала. Ауырып қалғандар мен сапардағылар кейін ұстаса болады деп айтып келеді. Соңында мүлдем тақырып өзгереді ғой. Мүлдем тақырып өзгереді. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Егер де құлдарым мен жайында сұраса, мен оларға жақынмын. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Уджибу да'вата да'i иза да'ан фальястаджибу ли ва лию'мину би ла'аллахум яршудун. Олар менен сұрасын. Мен оларға сұрағандарын берейін, бірақ олар да менің айтқанымды істесін да дейді. Алла тағала бірден аяттың мағыналарынан шығып, ораза аяттарының мағыналарынан шығып, мен жақынмын деп өзінің мағиясы туралысында айтып кетті. Жақындығы туралы айтып кетті. Енді ғалымдар айтады, неге Алла тағала жақынмын деп айтып кетті десе, өйткені бұл әлемде ең ұлы құлшылық бұл ораза, және де Алла тағалаға ең қатты жақындататын құлшылық бұл ораза екен. Неге десеңіз, Алла тағалаға ең жақын жаратылыстар кімдер? Періштелер. Олар не істемейді? Ішпейді, жемейді. Олар жынысқа бөлініп, әйел еркек деп бөлінбейді. Бізде Рамазан айында адамдар ішпейміз, жемейміз, ләззаттардан бастарымызды тартамыз. Сол кезде біз не істеп қалады екенбіз? Періштелерге ұқсап қалады екенбіз. Нұрдан жаралған періштелерге ұқсап қаламыз. Кейбір ғалымдар айтады, Рамазанда кейбір құлдар тіптен періштелерден де артығырақ тазарып кетеді дейді.
періштелерден де артығырақ абзал болып кетеді, Алланың қасында жақын болып кетеді да. Алла тағала айтып отыр, мен сендерге жақынмын, яғни сендер де ораза арқылы маған жақынсыңдар. Менен сұраңдар, мен сендердің сұрағандарыңды берейін дейді. Оразада және де бір міне екінші бір нүктені шығарып алдық біз. Ол дұғалардың қабыл болатын ай екен. Саласатун ла турадду даъватахум дейді. 3 адам бар дейді. Олардың дұғаларын біз ешқандай жағдайда қайтармаймыз дейді. Береміз дейді. Соның біріншісі кім? Саимун хатта туфтир. Ораза ұстаған адам аузын ашқанға дейін дейді. Енді осы жерде ғалымдар айтады, бұл қалай, қай жерде именно қабыл болатын жерін айтыңызшы бізге. Анау ораза ауыз бекіттік міне сәресінен, ауыз ашарға дейін уақыт бар. Именно қай жерде дұға қылу керек, қай жерде қабыл болады? Айтып тұр ғой Алла тағала, қабыл етем, қайтармайым деп тұр ғой. Бірақ қай жерінде? Сәресі кезінде ма? Әлде бір ортасында ма, кешкі уақытта ма? Әлде дәл ауыз ашардың алдында ма десе, дәл ауыз ашардың алдында жасаған дұғаны Алла тағала қайтармайды екен. Міне бағана айтып жатырмын ғой сіздерге. Дәл өздерің енді сұрап қалыңдар дейді. 30 күн бойы сізде не бар? 30 мәрте мүмкіншілік бар. 30 мәрте сіз не істеп аласыз? Өзіңіздің керегіңізді Алла тағаладан жалынып, жалбарынып сұрап аласыз. Алла тағала айтып отыр, менен сұраңдар, мен не істеймін дейді. Берейін да дейді, енді берейін деп тұрған Аллаға неге сіздер бір қол жаймай тұрсыздар? Неге сұрай салмайсыз? Өзім деп қояды біреулерші. Ондай болмайды. Сенің құдіретің шексіз емес қой. Шектеулісің ғой сен. Біреулерде ауырып жатқан бала бар. Біреулерде ауырып жатқан ата-ана бар. Біреулерде өтелмей жатқан қарыздар бар. Біреулерде келе алмай жатқан намаздар бар. Армандар бар. Осы армандар орындалайын деп тұрған сәтті неге сіз дұға қылмайсыз? Міне ифтар уақыты, яғни ауыз ашар уақыты не екен? Дұғалар қайтарылмайтын уақыт екен. Бұны да біле жүріңіздер. Рамазан айының бір атауы шахрус саум дедік. Екінші бір атауы шахрус сабыр екен. Сабыр ай екен бұл. Сабыр дегеніміз, жігіттер біліп алыңыздар, 3 екен. Бірінші сабыр, бұл Алла тағаланың істе деген нәрселерін істеуде сабыр ету керек екен. Намаз оқу үшін сабыр керек, ораза ұстау үшін сабыр керек, қажылыққа бару үшін сабыр керек. Суық күні, суық сумен дәрет алу үшін де сабыр керек. Алланың айтқанына сабыр керек. Алланың істеме деген тыйымдарына не керек? Сабыр керек. Зина қорсың да, зина жасағың кеп тұр да. Бірақ сабыр ет. Өсекшісің, өсек айтқың кеп тұр. Бірақ тіліңді не істе? Сабырмен тый. Алланың тыйымы. Ғайбатшысың. Зикрука ахака бима якрах. Өзіңнің бауырыңды өзі жоқ кезде жаман сөзбен еске алуың бұл не? Ғайбат. Өзіңнің мұсылман бауырыңның етін не істеу? Жеу. Осы ғайбатты не істеу керек? Тоқтату керек. Оған не керек? Сабыр керек. Екінші сабыр бұл Алланың тыйымдарына сабыр керек екен. Үшінші сабыр бәле жала қиындықсыз өмір болмайды. Сынақсыз бірде-бір адам жоқ бұл әлемде. Сол сынақтарға не істеп беру керек? Арасында шыдамдылық пен төзімділік пен мұсылманшылық сабырмен төтеп беру керек. Иннама сабру инда садматил ула. Сабыр деген соқ кек қалған кезде ұстап беруіңді. Тоқтап беруіңді. Я Алла, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Алла тағалам, сен өзің мені жараттың, және де саған мен түбі қайтам ғой. Сабыр берші деп. Сабыр танытып беруің керек та. Міне осы 3 түрлі сабыр. Алланың әміріне, Алланың тыйымына, және де Алладан келген үлкен бәле сынақтарға сабыр етіп беруің керек. Осының 3-еуі де оразада бар екен ғой. Оразада бірінші оразаның парыз екен білесіздер. Алла тағала ораза ұста деді ма? Онда сабырмен ұстап бересің. Алланың әміріне не істеп жатсың? Сабыр етіп жатсың. Оразада тыйымдар бар. Суды ішпе дейді. Тамақты жеме дейді. Әйеліңе қосылма дейді. Өсек айтпа, ғайбат сөйлеме дейді. Жамандық істеме дейді. Сауап көбірек істе. Тыйымдар ма? Тыйымдарға, оразада не істеп бересің? Сабыр етіп бересің. Қиындықтар бар екен оразада.
Қандай қиындықтар? Әлсірейсің, шөлдейсің, қарның ашады, нәпсің әлсірейді, денең әлсірейді, жүдейсің. Бұғанда не істеу керек? Сабыр керек. Сондықтан да мына ораза толықтай сабырды қамтып тұр екен ғой. Сондықтан да шахрус сабыр, сабыр айы деп атайды екен да бұны. Енді сіздерге бағанағы мен сауапты өзім берем деген Алланың сөзі бар еді ғой. Өзім берем деді да, 700 ба, 700 емес па? Есепсіз ғой енді, о жақта Алла өзім берем деп тұрса, онда сан жоқ. Оны, значит, Алла тағала біздің ақылымыз не істемейді оны? Көтермейді қазір. Алланың мен берем деген Алланың кеңшілігін біз не істей алмаймыз? Қамти алмаймыз да қазір. Сана көтермейді. Сұмдық үлкен сауаптар о жерде. Енді қараңыз, мынау сабыр айы деді ғой, Рамазан айы. Ал енді сабыр етушілер туралы Алла тағала Құранда қалай айтады? Осы екеуін байланыстырып көрейікші. Ораза ұстағандарға біз есепсіз сауап береміз деп айтты ма мына жерде? Ал енді оразаның ішінде бүкіл сабыр 100% қамтылған дедік па? Енді сабыр етушілер туралы иннама юаффа сабируна ажрахум биғайри хисаб дейді ғой Алла тағала. Сабыр етушілерге қиямет күнінде біздің марапатымыз есеп қисапсыз болады дейді ғой. Есепсіз марапат, есепсіз сый-сияпат береміз дейді ғой сабыр етушілерге. Яғни сабыр етушілер кімдер олар? Ораза ұстағандар. Екеуін бірге қосып берген кезде осындай мағына шығады да, біздерге ертең Алла не берейін деп тұр екен? Сауабын есеп қисапсыз берейін деп тұр екен. Сөйлей алмай қалдыңдар ғой деймін, мүлдем сөз жоқ. Көз деген бүйтіп отыр бәрінде, машалла. Бола ма жігіттер? Рамазан айының және бір атауы бар екен. Шахрул қиям. Бұл түнгі намаздарда тұрып беретін ай екен ғой. Пайғамбарымыз айтады: "Мән қама Рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих." Кімде кім Алладан сауапты, ана қияметтегі мен берем деген сауап бар ғой, соны үміт етіп, шынайы Аллаға деген ашық жарқын иманмен, махаббатпен Аллаға тарауих намаздарында тұрып берсе, оның бұрынғы нелері кешіріледі дейді, күнәлары кешіріледі дейді. Үлкен де кішкентай да күнәлары кешіріліп кетеді. Бұл шынымен тұратын ай екен ғой. Намаздар оқитын ай екен бұл. Мешітке бара алмай қалсаң да үйде оқи беру керек. Сәресінің алдында бір 2 бас намаз оқуды 30 күн бойы әдетке айналдыру керек. Ертең 30 күн біткеннен кейін айт күнінің кешкесінде мешітке барып көріңіздер. Кеше мешітте толып жүрген жамағат бір сәтте қайда жоқ болып кеткенін білмей қаласың да, қайда кетіп қалған деп ойлайсың да. Неге? Шайтандар кісенделуден босады. Рамазан айы не істеді? Бітті. Рамазан айы сондай ай екен, бұл айда мүмкіншілік дейді. Бұны шахрул фурса, бұл мүмкіншілік ай екен. Бұл бір науқан ай екен. Минал ғососы даяул фурос дейді ғалымдар. Ең үлкен қайғы қасіретің сенің бұл өмірдегі. Ол ақшасыз қалуың емес. Ол сенің киімсіз қалуың, тамақсыз қалуың емес. Бәлкім уақытында Құдай беріп тұрған мүмкіншілікті сол кезде жасай алмай қалуың дейді. Істей алмай қалуың. Міне келіп тұр. Кеше басталған еді, бүгін не болып кетті? 2-ші күні өтіп кетті міне. Бұл жақсылық істер не істеп кетеді? Тез өтіп кетеді. Рамазан айда, құрметті бауырлар, өте солай тез өтіп кетеді екен. Рамазан айы бітеді ғой. Біткен кезде адамдар 3 түрлі болады екен. Біріншісі, өз-өздеріне зұлымдық жасаған адамдар болып бітіреді екен біреулер. Рамазанға мүлдем кірмеген, ораза болып атыр ма, болып атқан жоқ па, білмеген,
естімеген де Рамазан оразасын ұстап жатыр екен ғой бұлар дегенді естіп көрмеген адамдар бар қазір, білесіз ба? Мешітке бару былай тұрсын, Рамазан айының келіп кетіп жатқанын білмейтін адамдар бар. Олар Рамазан біткен кезде өз-өздеріне зұлымдық жасап, беріліп тұрған мүмкіншілікті қолдана алмай қалған бақытсыз адамдар екен. Екінші топтар, бұлар екі ортада қалғандар екен. Бұлар Рамазан айының оразасын ұстаған, белгілі бір деңгейде сауаптарынан пайдаланған, бірақ кейбір күнәларын тоқтата алмай, күнәні белшесінен батып, әлі де жасап жүргендер. Көзі күнәға батып, құлағы күнәға батып, тілі өсек айтып, сөйтіп жүре берген да, ойнап, күліп, тырқырап. Олар екі ортада екен, орташа деңгей. Бірақ сабиқун бил хайрат дейді. Үшінші топ өте қатты ілгері озып кеткен топтар болады екен. Олар қандай десеңіз, олардың тілдері де, көздері де, құлақтары да, жандары да, тәндері де Рамазанда оразада болған адамдар екен. Ораза не деп айттық бағана? Тыйылу дедік қой. Өз-өзін не істеген? Тыйған. Естеріңізде болсын, ертең қияметте той тойлайтын адамдар, олар өздерінің нәпсісін тыйған адамдар. Мен түсінем, сен жассың. Бірақ жас кезде нәпсісін тыйған адам, қарт кезде нәпсісін өте еркін ұстайтын адамға айналады. Жас кезінде нәпсі құл болып, нәпсі құмар болып өткен адам шал болғанда да оңбаған шал болады. Зинақор шал болып жүре береді ол. Өсекші шал болып, өтікші шал болып жүре береді ол. Пәтуасы жоқ шалға айналады ол. Үйінде отырған өзінің баласы мен немересіне бір ай деп айталатындай, қой деп айталатындай ата бола алмайды ол. Елге сөз айту былай тұрсын. Сондықтан да жас кезде өздеріңіз тәрбиелеп өтсеңіздер, ертең қарттық шаққа келген кезде сіздер ұлағатты әке, ұлағатты аға, ұлағатты ата болып отырасыздар иншалла. Біздің абай аталарымыз ораза жайында айтады. Руза, намаз, зекет, хаж талассыз істейді бұл. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс, мынаның бәрін істесең де болады дейді. Жақсы, мықты болсаң. Бірақ бұл төртеуін сөз қылып, бұларды әңгіме қылып жатудың қажет жоқ. Бұлар талассыз істейді. Маулима мина дин бит дарура дейді бұны шариғатта. Шариғатта үзілді кезілді, ешқандай күмән, ешқандай талас тартысы жоқ амалдар бұлар. Намаз, зекет, қажы, ораза, 5 парыз бұл. Бірақ қазіргі таңда біреулер бұны оразаға тиісіп, намазға тиісіп, қажылыққа тиісіп сөйткісі келеді ғой. Бекер кештік, бекер бұл. Бұлай істемей-ақ қойыңыз. Өйткені Абай атам айтып жатыр. Бұл талассыз істейді. Бұл Құдайдың шариғаты бұнымен таласып болмайды дейді. Абай атамыз жаңа Құран айы дедік қой, бұны Құран айы деп айтады. Шахрул Құран деп айтады бұны. Мына Рамазан айын тағы бір атауы. Неге? Өйткені шахру Рамадан, Рамазан айы, унзила фихил Құран. Бұл айда не түскен дейді? Құдайдың сөзі Құран түскен дейді. Абай атамыз не дейді? Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш қашанда жалған болмас дейді. Алланың өзі де жалған емес, ақиқат. Оның сөзі де жалған емес, ақиқат. Сол ақиқаттың ақиқат сөзі осы қай айда түскен екен? Қазіргі қасиет тұтқан мұсылмандар мәпелеп ұстаған Рамазан айында түскен екен. Бұны Құран айы дейді. Ал енді Құран айы болатын болса, онда мұсылмандар бұл айды немен өткізу керек? Құранмен өткізу керек. Мешіттерде 30 күн бойы не оқылады? Тарауих намазы оқылады. Тарауих намазы қандай намаз? Хатым намаз бұл. Толыққанды басынан бастап Фатихадан Насқа дейін 30 параны Құран толық жаттаған адам оқиды, жамағат артынан не істеп тұрады? Ұйып тұрады. Имам, қари оқыған үшін сауап алып тұрса, жамағат тыңдап тұрған үшін сауап алады. Кейбір ғалымдар айтады, оқығаннан қарағанда тыңдаудың сауабы артығырақ болады дейді. Өйткені тыңдаған кезде сенің ойланып тұруға, толғанып тұруға мүмкіншілігің бар. Әртүрлі нәрселерді ойлап, әртүрлі сезімдерге берілуге нең бар? Мүмкіншілігің бар. Оқыған кезде қанша айтқанмен де не істеп тұрасың? Аяттардың жатталғандықтарына
параларына, беттеріне не істеп тұрасың? Ой жүгіртіп тұрасың, кішкене санаң сәл жинақы бір ойың қысылтаяң болып тұрады. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Абдулла ибн Масғудқа айтады: "Я Абдулла, оқыш Құран" дейді. "Я Расулалла, сізге түскен Құранды енді мен қалай оқимын" дейді. "Ұят болады маған, ұялып тұрмын" дейді. "Сізге түскен ғой бұл Құран, сіз оқисыз бұны. Мен сізге оқып бергенім оғаштау болады шығар, әдепсіздіктеу болады шығар" десе: "Я Абдулла, мен шынымды айтсам, бұл Құранды біреуден тыңдап отырғанын жақсы көремін" деген екен да. Бұл сүннет екен ондай болатын болса. Тыңдау не екен? Сүннет екен онда. Пайғамбардың жолы екен бұл. Ал енді Абай атамыз не дейді? Абай кімнің жолында болған деп ойлайсыз? Біз кімнің жолындамыз? Абай атам айтады: "Мені анау-мынаулардың жолдарына телмей-ақ қойыңдаршы, ананың жолында, мынаның жолында демей-ақ қойыңдаршы, мен өзім-ақ айта салайын кімнің жолында болып жүргенімді" дейді Абай атамыз. Алланың, пайғамбардың жолындамыз. Ынтамызды бұзбастыр иманымыз дейді. Мен кімнің жолындамын дейді? Алланың, пайғамбар Мұхаммедтің жолындамын дейді. Абай атамыз осындай болған. Бірақ Абай атамыздың оразасы, ауылында ораза ұстаған кезде ол кісі айтады екен: "Жарандар, ауыздарыңды тамақ пен судан ғана тыйып ораза ұстап жүрін деп ойлап қалмаңдар. Ораза бұл жанның құлшылығы" деп айтады екен. Жанның ғибадаты деп айтады екен. Жандарыңды оразаға тәрбиелеңдер дейді екен да, тыйыңдар. Жан не істеп кеткен, құрметті бауырлар, бізде? Кірлеп кеткен. Бұны біз немен кірлеттік? Біз күнәмен кірлеттік бұны. Біз Имам Ғазали айтқандай, жүректің терезелері бар. Ол көз, ол құлақ, ол тіл деген. Осыларды не істеп қойдық? Байлаусыз еркіне жіберіп қойдық көзді, тілді, құлақты. Осыларды тыймасаңыз, жүрегіңіздің перделері ашық, терезелері ашық. Оларға не кіреді? Күнәдан болған ластықтар емін еркін кіріп шығып жатыр деген сөз. Онда сізге неге сол терезелерді жауып қоймасқа? Оларды тыйып қоймасқа? Адамның жүрегі күнәға ластанған кезде адамның жүзі қарайып кетеді екен. Көзі қарайып кетеді екен. Даусы өзгеріп кетеді екен. Ісі өзгеріп кетеді екен. Әлсіреп кетеді екен адам. Бұл өмірге деген құштарлық мүлдем төмен деңгейге түсіп кетеді екен. Апатия деп қой, депрессия. Күнәға әбден батып кеткен адамның көрінісі бұл. Көрсең болады, түсінсең де болады адамды сырт көзден көріп ақ. Бірақ көзі тыйылған, құлағы тыйылған, тілі тыйылған адамның жүзі жарқырап тұрады нұр болып. Көзі деген кәм от болып тұрады. Тілі деген кәм нұр, сөздер, маржандар төгіп тұрады тілі. Құлағы ғайбат келген кезде жауып тастайды, тұрып кетіп қала салады. Бұндай әңгімені естігенше мен естімей қойғаным артық болды деп кетіп қала салады екен. Өйткені бір адамдар бар екен: "Мен өсек тыңдаймын, бірақ мен өсек айтпаймын ғой. Мен ғайбат тыңдаймын, бірақ мен ғайбат айтпаймын ғой" дейді екен да. Құдай-ау, мына ғалымдардың анықтамасы, бір қағидасы бар. Мустамиун шарикун бил исми ма'ал мутакаллим дейді. Кейде тыңдап отырған адам, сөйлеп отырған адаммен күнәда ортақ болып қалатын жағдайлар болады дейді. Мысалға, бір адам ғайбат айтып отыр, сіз мәз-мәйрам болып отырсыз да, мен айтып отырған жоқпын ғой деп. Есіңізде болсын, сол ғайбатшымен бірге тура 100% ғайбатында сіз ортақсыз. Ертең ана дүниеде маңдайыңызға ғайбатшы деп жазылып қалудан сақ болыңыз, бауырым. Анау ертең қияметте өтірік айтқандардың маңдайларына кәззап деп жазылады дейді ғой. Өтірікші деп таңба жазылады екен ғой. Мынау өтіріктен де сақ болу керек. Кейбір бауырлар бар, кейбір қарындастар бар, өтірікті автоматически айта береді. Ойланбай, без задних мыслей дейді ғой. Отырып алып өтірік айта салады. Мен айтамын: "Сен неге өтірік айттың?" десем: "Білмеймін" дейді. Айтам деп айтпайды, бірақ әдетке айналып кеткен, түсіндіңіз ба? Әдетке айналып кеткен да. Пайғамбар алейхиссалату вассалам не дейді? Мұсылман адам сараң бола алады, яғни жұмот деп қойды ғой, сараң бола алады. Мұсылман адам қорқақ та бола алады, қорқуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар болады. Мұсылман адам бірақ ешқашанда өтірікші бола алмайды дейді. Мүмкін емес.
мұсылманның өтірік айтуы мүмкін емес. Қалжыңмен де өтірік айтуға не болмайды? Шариғатта болмайды. Жақсы сөз сөйлеңіздер, бауырлар. Немесе үндемей қойғандарыңыз қайырлы. Шахру собырды айттық, шахру сиямды айттық, шахру қиямды айттық, шахру Құранды айттық, шахру мағфиро. Бәрін айтқан екенбіз ғой. Негізі бесеуінде айтыппыз ғой онда. Бәсе мен есіме түспей жатыр. Қайда кетіп қалды деп қоямын бұл. Баста жоқ уже да. Сол бесіншісі айтып қойған екен ғой жаңа басында. Кешірім айы, сабыр айы, ораза айы, Құран айы және де сабыр айы деп осы 5 айды айтқан екенбіз. Рамазанның өзінің мағыналарын айтып шықтық. Былайша айтқанда Рамазан айына қатысты бастан аяғынан бір шама мәселелерге не істеп шықтық? Тоқталып шықтық, бауырлар. Алла тағала барша қазақ елінің, барша исі мұсылманның ұстаған оразаларын қабыл етсін. Алла тағала өзім берем деген уәде еткен сауаптарына жетуімізді нәсіп етсін. Тек қана оразашылар жиналып тұратын алаңда біз де сол көпшіліктің ішінде болып, ал келіңдер енді оразашылар Райян деген қақпадан кіріңдер деген кезде солардан қалыспай біз де кіріп кетуімізді Алла тағала нәсіп етсін. Шөлдеріміз сол Райянда қанып, мәз майрам болып, арқа жарқа болып, осылай отырғаным сияқты жәннатта да бір-бірлерімізге нұрлы жүздермен саламун деп, ассаламу алейкум деп бір-бірлерімізбен қуана қауышуымызды Алла тағала нәсіп етсін. Бүгін ауызы шар беріп атқан Жантөре бауырым, өміріңіз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Осылай елім, жерім, дінім, ата-анам, достарым деп жүрген жолыңыздан Алла сізді айырмасын. Өміріміздің соңына дейін ла илаха иллалла Мұхаммадар Расулулла деп иманмен, исламмен Аллаға оралуымызды Алла тағала өзі нәсіп етсін. Уахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Қабыл болсын. Жігіттер, мына жерде мен енді мынау камераға нетіп жатырмыз ғой енді. Мына жерде мынандай бір нәрсе айтып жатырмын да, жаңа мен ұмытып кетіппін да, көп нәрсе енді айтылады, көп нәрсе ұмытылып кетеді, қазір міне есіме түсіп жатыр. Ертең менімен кездескен кезде қуанады деді ғой, осы жерде мына түсіріп жатыр ма негізі? Түсіре берсінші. Айта салайын, бір күшті нәрсе де бұл, халыққа да керек болып қалар. Біз жаңа айттық қой, ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар. Соның біріншісі ауыз ашқанда, екіншісі Алламен кездескенде деді қой, лиқа дейді ғой, Алламен кездесу. Енді сол Алламен кездесуді көбі қаламайды екен. Мысалға, жеме-жемге келгенде шынайы өзіңнің алдыңда есеп беретін болсаң, көп адам Алламен кездесуге дайын емес екен. Жүрексінеді екен. Кейбір адамдар қаламайды да екен. Соған қатысты бір хадис бар, соны айта салайын. Мән ахабба лиқа Аллахи, ахабба Аллаху лиқааху дейді. Кімде-кім Алламен кездесуді жақсы көрсе, Алла онымен кездесуді жақсы көреді екен дейді. Мән кариха лиқа Аллахи, кариха Аллаху лиқааху. Кімде-кім Алламен кездесуді ұнатпаса, жек көрсе, Алла тағала да онымен көрісуді, кездесуді жек көреді дейді. Сол кезде Айша анамыз айтады: "Я Расулалла, Алламен кездесу дегеніміз өлім емес па?" дейді. Өлгеннен кейін барып біз кездесеміз ғой. Ондай болатын болса, біздің ешқайсымыз өлгіміз келмейді ғой, өлімді жақсы көрмейміз ғой. Сонда қалайша біз Алламен кездесуді жақсы көруіміз мүмкін дейді. Бәріміз жек көреміз ғой дейді. Өлімді. Өлгіміз келмейді. Айша, сен бұл жерде қате түсініп тұрсың дейді. Бұлай емес. Бұның мағынасы басқаша дейді. Алламен кездесуді жақсы көрген адамдармен Алланың өзі де кездесуді жақсы көреді деген сөз, осы дүниеде Алланың ризашылығы үшін өмір сүріп, осы дүниеде Алланың ризашылығы үшін өмір сүріп, сауаптарды көптеп жасап, Алланың мәңгі жәннатына дайындалып жүрген адамдар, олар Алламен кездесуді жақсы көріп қалап жүрген адамдар.
Ал Алламен кездескісі келмейтіндермен Алла тағала да кездескісі келмейді дегені, мына дүниеде Алланың ризашылығын ұмытып кетіп, жәннат тозақты елемей, сауап обалды мүлдем қаперіне алмай жүрген адамдар. Бұлар Алламен кездескісі кеп тұрған адамдар емес. Ондай адамдар менде Алла тағала не істегісі келмейді дейді. Кездескісі келмейді деген хадис екен да. Сондықтан да біз, құрметті бауырлар, енді сіздерді қайдам, біз сондай Алланың жолында жүрміз ғой. Шынайы сол күнге кездесуімізді Алла тағала нәсіп етсін. Шынайы Алламен кездесуімізді нәсіп етсін. Алламен кездескенде ерекше ризалықпен жүзіміз жарқылдап, амал дәптеріміз оңынан беріліп, Сырат көпірінен найзағайдай жарқылдап өтіп, пайғамбардың зұмратына тіріліп, жақсылардың қасында болып, оңшылдардың қасында болып, жәннаттықтардың қатарында болып, жәннатқа кіруімізді Алла өзі нәсіп етсін. Ал ана тарапта болып қалудан Алла өзі сақтасын бізді. Құрметті бауырлар, ең соңғы адам болып кірсек те, ең соңғы адам болып, төрт аяқтап, етпеттеп болсын, бір жатып, әзер болып барып кіріп кетсек те, кіріп кетуді Алла тағала нәсіп етсін бауырлар. Бірақ амалдарды көбейту керек, жақсылықты көбейту керек. Жақсылық амалдарды көбейткен адамға Алла тағаланың рахымы, мейірімі жақынырақ болады ертең. Бір күні Силах ибн Ашиям ал-Адауи деген табиин үлкен бір халифалардың біріне уағызға келеді. Силах ибн Ашиям ал-Адауи халифаға өте көп уағыз айтады. Өте көп уағыз айтып болғаннан кейін халифа айтады, тағы да уағыз айтыңыз, тағы да насихат айтыңыз дейді. Сол кезде Силах ибн Ашиям ал-Адауи айтады: Я амирул муъминин, еститін құлағы, түсінетін, түйсінетін жүрегі бар адамдар үшін жеткілікті уағыз айттым. Егер де еститін құлақ, түйсінетін жүрегі жоқ адамдар болатын болсаңыздар, онда мен қылышты ауаға сермеп тұрғым келмейді деген екен. Бірақ есіңізде болсын депті. Бүйтіп айтқан екен. Соң халифа бүйтіп айтты. Жылап жерген ғой, жаңағы сөзінен кейін жылап жергеннен кейін бүйтіп айтты: Я Силах, ертең Алланың алдына барғанда біздің жағдайымыз қандай болады, соны айтып берші депті. Егер өзіңнің Алланың алдына барғандағы жағдайыңды білгің келсе, я амирул муъминин, Алланың кітабы Құраннан іздеп көр. Сол кезде білесің депті. Қандай аяттардан іздеп көрейін? Нақты аяттар бар ма? Соны айтып жіберші деген ғой. Мына бір аяттардан ізде. Иннал абрара лафи наим. Жақсылар ертең жәннатта болады. Ва иннал фуджара лафи жахим. Бұзақылар, қылмыскерлер тозақта болады деген аяттан іздейсің депті. Сол кезде халифа жылап тұрып айтқан дейді: Я Силах, сонда Алланың мейірімі қайда? Сонда біз сияқты адамдарға Алланың мейірімі болмай ма деген ғой. Оған мен басқа Құранның аятымен жауап берейін. Инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин. Шынымен ертең қияметте Алланың мейірімі, Алланың кешірімі осы дүниеде көп жақсылық жасағандарға болады деген екен. Сондықтан да амалдарымызбен жәннатқа кіре алмаймыз деп айтамыз ғой. Бірақ жігіттер көп амалдар жасау арқылы Алланың несіне жетеді екенбіз біз? Рахымына жетеді екенбіз. Сол рахымымен ертең жәннатқа да кіреді екенбіз, Құдай қаласа. Сондықтан да бауырлар, біреудің анау айтты, мынау айтты, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі, сол айтты, ақыл сенбеңіз, бір іске келсеңіз дейді ғой абай атамыз. Анау алыпқашты әңгімелермен алданып қалмаңыздар. Кейбір адамдардың сөздеріне шайтан араласып кетеді, соны да біліңіздер. Бауырым бері бермесе қайтесің, олар өз күндерін өздері көрсін де, сен көмектесіп жүрсің ғой, сен бүйтіп жүрсің ғой, сөйтіп жүрсің ғой деп сендерді азғырып жібермесін шайтан. Жақсылық жасап жүрсіздер ма? Ешкімнің ісі, ешкімнің сөзі жақсылықтан тоқтатпасын сіздерді. Өйткені жеме-жемге келген кезде жақсылық кім үшін? Біз үшін. Хәл жазаул ихсани иллал ихсан дейді.
Алла тағала жақсылықтың жазасы не? Тек қана жақсылық. Алла тағала жақсылыққа ертең азаппен жауап бермейді. Жақсылыққа жақсылықпен ғана жауап береді. Бірақ сен осы жақтағы азабың, осы жақтағы қылмысыңа азаппен жауап береді Алла тағала. Мына Рамазан айында, құрметті бауырлар, қылмыстарың болған болса тоқтатыңдар, сауаптарың болған болса иншалла еселеңдер. Бірақ жігіттер, менің айтып тұрған сөзім сіздерге жаным ашығаннан айтып тұрмын мен. Қимай тұрмын, тозаққа бармаса екен деп тұрмын. Алланың алдында абыройлы, бастарын тік көтеріп тұра алатын жағдайда болып барса екен деп тұрмын. О жаққа бару үшін, басты тік көтеріп бару үшін де мына жақта бір еңбек керек. Мына жақта бір әрекет керек. Жатып ішіп ұйықтай беретін болсаң, о жаққа басыңды сен тік көтеріп бара алмайсың. Сол жаңағы халифа Силах ибн Ашиям аль-Адауидан тағы бір сұрақ қойған екен. Я Силах, Алланың алдына қалай барамыз деген ғой. Сол кезде айтыпты, егер де Алланың сүйген құлдарынан болсаң, ұзақ уақыт бойы әулетінен, балашаға, ата-аналарынан ажырап келген бір жолаушылар сияқты, ата-аналармен жылдардан кейін, балалармен жылдардан кейін қосыласың ғой. Қимай жаңағы махаббатпен, сағынышпен қосыласың ғой. Көзіңе жас келіп, өзіңнің сүйіктілерімен қосыласың ғой. Әйел, балашаға, ата-анаңмен. Раббыңмен де солай ертең қауышасың дегенді. Егер жақсылардан болсаң, егер оңбаған қылмыскерлерден болсаң, өзінің қожайынан қашып кеткен құл сияқты, басы тауға да, тасқа да ұрылып, бас сауғалап, түптің түбінде қарны ашып, тоңып, қайтадан амал жоқ, өзінің қожайына басын иіп қайтып келген құл сияқты қайтып келесің Алланың алдына деген, егер қылмыскерлерден болсаң. Сондықтан да Аллаға үйіміздегі балашаға, ата-анамызды ұзақ уақыт көрмей, сағынышпен қайтқан адамдардай қайтайық. Ана қожайынның қашып кетіп оңбағандық жасап, айналып келіп, басы тасқа да, сайға да, жарға да апарып, тіреліп, қайтадан оңбаған болып, басы салбырап, көке мені кешіріңізші, қайтадан өзіңізге алыңызшы деп тұрмайық ертең Алланың алдына барғанда. Құрметті бауырлар, осы насихат сіздерге иншалла пайдалы болады деген ойдамыз иншалла. Негізі құлағы еститін, жүрегі түйсінетін жамағат болсаңыздар, жеткілікті айттым. Егер де құлақтарыңыз естімейтін, жүректеріңізге ешқандай әсер бермейтін, сондай тас жүрек, қатқан жүрек болсаңыздар, онда мен отырып қылышымды ауаға сермемей ақ қойын. Жаңа Силах ибн Ашиям айтқандай да, енді менде қылыш жоқ, мен тіл ғой енді. Тілді сермемей ақ қойын жаңа ауаға.